Так, раздел часть 1.7. Свойства железобетона. Модуль упругости бетона. Бүгін модуль упругости туралы сөйлесейік бетонның. Мына жерде қарасаңыздар, Еврокодта основной модуль упругости ECM деп белгіленеді. E дегеніміз білеміз, ол модуль упругости, C конкрет, M деген мин, средний, былайынша айтқанда модуль упругости. Формула бойынша тең болады напряжение. Бізде на графикта қарасаңыздар, напряжение бөлінген относительная деформация. Жалпы модуль упругости в данном случае бізде секущий модуль упругости деп аталады. ECM, средний, эффективная жесткость материала. Модуль упругости бізде определенный материалдың қаншалықты жесткий екенін көреміз, соны анықтап береді. Яғни, мысалы, өзіміздің таблицаға қарайтын болсақ, мысалы, С20-25 бетонды алып қарасақ, мына жерде берілген ECM бізде 30 гигапаскаль. Мыняқта мегапаскаль болса, мынау 30 мың мегапаскаль. То есть 30 мың мегапаскаль напряжение керек, чтобы относительная деформация бізде бірге тең болу үшін. Ол С20-25 случайында. То есть қаншалықты ол материал жесткий. Ал егер С25-30-да уже 31 мегапаскаль и солай көбейе береді. Модуль упругости ол тек қана бетонда емес, кез келген материалда инженерлер ол материал қаншалықты өзінің физический свойствосы бойынша қаншалықты жесткий екенін білу үшін қолданылады, в том числе бетонның модуль упругости. Негізі біз Еврокодта ECM-ді анықтаған кезде мына мысал ретінде өздері көрсеткен FCM байқасаңыздар, FCK емес, FCM бұл жерде характеристический напряжение емес, средний напряжение, мин ағылшынша средний. То есть бетонның C-да конкрет мин средний напряжениесі қолданылады. Неге десеңіздер, мысалы, бізде FCK деген сөз, ол былайынша айтқанда квантель 5% деген мағынада қолданылады Еврокодта. Квантель 5% это означает, что, допустим, бізде бетон с 20-25 кешіресіздер жазған, С20-25 болатын болса, білеміз да, оның призменный прочности бізде цилиндрический 20 мегапаскаль. 20 мегапаскаль осы бізде характеристический прочность болып саналады. Яғни, мысалы, пробада ол бетон прочностьін тексерген кезде, мысалы, 100 экземпляр алып, 100-ін бүйтіп қысып напряжение тексерген кезде, 95% случайда ол 20 мегапаскальдан жоғары прочность көрсетеді деген сөз. 5%, то есть 5-ақ проба ғана, мысалы, 19 көрсету мүмкін, 18, может, қатты алыс емес, 19-да 5 көрсету мүмкін. 5-ақ проба, 100 пробадан 5-ақ проба 20 мегапаскальдан төмен көрсетеді, қалған 95 пробасы жоғары көрсетеді деген мағынада FCK. FCM деген сөз, бұл средний, ортаңғы. Оны біз қазір предельное состояние сабағына келген кезде нақтырақ айтам, распределение Гаусса арқылы probability, возможностьтар қарастырылады. Мысалы, FCM, то есть 50% жағдайда, то есть FCM это сондай значение, мына жерде көрсете салайыншы, формула тұрды. FCM тең болады FCK плюс 8 мегапаскаль. Просто линейный осылай анықталған Еврокодта, мысалы, қиындатпас үшін. То есть FCK С20-25-тің FCM-і бізде 28 мегапаскаль болады. То есть бұл сол 100 экземплярды сжатиядан өткізген кезде 50%, 50 сжатия примерно плюс-минус 28 мегапаскальға тең болады деген сөз. 50% деген сол средний сжимаемый.
И, соответственно, средней прочность модуль упругости тексерген кезде логично, да, минимальный FCK мен модуль упругости шығарсақ, модуль упругости аз көрсетіп қалады. Средний, сол определенный марка бетонның средний прочностьін қолданып, средний модуль ну, ол бетон маркасын более-менее вероятность көп жесткостін табамыз. Және де мына жерде көрсеткен 0,4 FCM деген сөз, это плюс-минус линейный поведение бізде FCM-нің 40%-на дейін болады, ары қарай нелинейный поведение кетеді. И осы линейный поведениедан 0-дан бастап 0,4 FCM жететін точкаға дейін линейный поведение, и оның угол градусы альфа болатын болса, сол тангенс альфа бізде ECM-ға модуль упругости бетоныға тең болады. Упругий зонадағы модулі ғой, былайынша айтқанда. Негізі нелинейный зоналарда дағы өзінің упругий нелері бар, модуль упругостьтары, бірақ ең көп қолданылатын, мысалы ECM является ориентировочным. Егер ответственность жоғары зданияларда немесе чувствительный ECM-ға чувствительный болып атқан конструкцияларда ECM емес, жалпы модуль упругостиді сол бетонның немесе басқа да материалдардың өздерінің оборудованиясы болады, сол жерде анықталып, соны расчеттарда қолданылады. Бірақ основной расчеттарда біз осы ECM-ді қолданамыз, және ол бізде осы таблицада берілген. Осы жерде. жазылған FCM это среднее значение цилиндрической прочности бетона на сжатие, формуласы осы. Және де тағы да айта кететін момент, модуль упругости бетона, ол бетон, мысалы, цемент растворды, химический су және заполнительден жасалады. И, соответственно, модуль упругости не только цемент, но и модуль упругости заполнительға да байланысты негізі. Біз таблицада бағана берілген ECM-дар, мысалы, осындай гигапаскаль болатын болса, ол ескерілген, что кварцевый заполнительдер қолданылады. Сондай кезде оның мәні осындай болады деген. Кварц деген ол щебень, біз білетін. Көп жағдайда сол нәрсе қолданылады. Бірақ кей кезде известняк заполнитель ретінде қолданылатын болса, ECM 0,9 коэффициентке көбейтілу керек, немесе базальтовый породалар, енді ол жағын нақтылап көру керек, қандай ол заполнительдің түрі екен, бірақ ол сол как заполнитель ретінде қолданылатын болса, коэффициент 1,2-ге, то есть 20%-ға көбейтілсе болады. Общий бетон модуль упругости. Мына жерде таблицада просто мысалы лирада қолданғанға ыңғайлы болу үшін тонна метр квадрат гигапаскальға айналдырылған. Мысалы біз көп қолданатын С20-25-30 гигапаскаль, бұл 3,060,000 тонна метр квадратқа, және С25-30 3,170,000 тонна квадратный метрге напряжение. Осымен келесі сабаққа өтейік.